Мамырда келіп жетті мамырлаған, жастарым қызғалдақтай жалындаған, халқымнан айналайын қасиетті, ынтымақ бірлігінен жаңылмаған. Көрдік қой қаңтарлатып, ақпандатып, бүгінде даламызды жапқан жақұт. Бір мақсат, бір мүддемен бір болашақ, барлық ұлт бір шаңырақтан тапқан бақыт. Қарашы, даламыздың келбетіне, келеміз бір бесікте тербетіле. Не жетер бар халықтың достығына, қазақтың даңқын жайған жер бетіне. Бірлікпен шамы жанар мерекенің, тербеткен ынтымақпен ел өткенін. Жасасын бірлігі мен ынтымағым, бастауы ортаймайтын берекенің. Бірінші мамыр. Достықтың ұлы мейрамы. Тоғысар сенде жандардың ізгі ойлары. Татулықпенен бірлікке ынтымақ адамзат. Өзіңді сәнмен қошемет етіп тойлайды. Қайырлы күн, қымбатты ұстаздар, студенттер. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күніне арналған бір шаңырақ астында атты тәрбие сағатымызды қош көрдіңіздер. Қазақстан Республикасын мекен еткен 130-дан астам ұлт өкілі күні бүгінге дейін ынтымақтастықта бір үйдің баласындай тату-тәтті, жарасымды тіршілік кешіп келеді. Жүзі басқа болғанмен жүрегі бір, тілі басқа болғанмен тілегі бір. Мақсат, мүддесі ортақ, бірлігі мықты, достығы берік ұлттар қазақ елінің салт-дәстүріне, ұлттық құндылықтарына құрметпен қарайды. Сондай-ақ қазақ халқының қарапайымдылығы, қонақжайлығы, бауырмалдылығы үшін ерекше бағалайды. Бастысы, өздері қоныс тепкен қазақ жерінің барлық ұланымен ауыз бірлікте, туыс болуды көздейді. Бүгінгі шараның мақсаты халықтар арасына достықты нығайту. Осы мақсатта студенттердің достық қарым-қатынастарын қалыптастыруды жалғастыру. Қазақстанның өркендеуіне достық арқылы өз үлестерін қосуға баулу. Тілі басқа, тілегі бір-біргеміз. Өздеріңмен жүздесеміз күнде біз, мақсат ортақ, бейбітшілік ұран боп, татулықтан бұзылмасын іргеміз. Кеңшілік ботагөздің орындауында Мұқағали Мақатаев, отан. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағын дөзен, асқар тау, гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, боз торғайы бол оның шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен бұны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуің де күйік екен, отанды сүйгенің де күйік екен. Елім менің жарқыраған, жайнаған, бақ біткенге бұлбұл құсы сайраған, елім менің биіктігі шарайнам, қыран құсы көгімде мың самғаған. Жер анамыз жасайды тарлық кімге, кетпеу үшін мәңгілік қалқып түнде. Қайталанып, жаңарып айтылады, бейбітшілік деген сөз барлық тілде. Дей отырып, орыс ұлтының бізге жіберген сәлемдемесін бірге көрейік. Дорогие мои, я хочу вас всех поздравить с Днем Единства Народа. Хочу пожелать всем счастья, любви и здоровья. Я хочу пожелать, чтобы вы все жили над мирным небом, в достатке, и у вас все было отлично. Этот праздник для меня самый теплый праздник. Почему? Потому что мы этот день еще вместе, еще сильнее сплотимся. Я хочу вам показать своих народных костюмов и блюд. О культуре обязательно будем говорить. Сейчас вы посмотрите. Біз орыс халқының ұлттық тағамдарын дайындадық. Бірлік. Қазақстан халқының дәстүрлі дүниетанымдағы маңызды этикалық ұғым. Бірлік
адамдар арасындағы ынтымақтастықтың, жарасымды татулықтың көрінісі, ел болудың белгісі. Ол белгілі бір топтың, ұжымның, халықтың, жалпы адам баласының мақсат, мұрат, мүдделері тоғысынан туындайды. Қазақ халқы бірліктің күнделікті тіршілігіндегі орны мен маңызы. Бірлік болмай тірлік болмас. Бірлік түбі береке. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді деп түйіндеген. Достық тапса діндер менен ділімді. Салт дәстүрлер сыйға ұласты бүгінгі. Бір туғандай ұлтаралық келісім. Бір көтерген басқа түскен жүгімді. Серт берісіп туыс болып қалуға, нәубеттерден аман жетіп дамуға. Байтақ елдің биік ұстап байрағын, біздің достық мәңгі болып қалуда. Ортамызға түрік ұлты келіп қапты. Бізге әкелген сыйы бар секілді, бірге тамашалайық. Birlik günü hepimize kutlu olsun. Birlik ve sevinç sembolüne ortada olsun. Gurur duyarız Türkiye diye adımıza. Önce geleneklere merhaba deyin. Türkiye bizim yerli nüfusumuzdur. Hepsi bunu eskiden biliyordur. Biz bugün dans edip şarkı söyleyeceğiz. İstanbul şehrinin biz geldik. Түрік халқы бүгінде Алматы, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан облыстарының түрік диаспора көп тұратын аймақтардың 42 орта мектептеріне түрік тілінің үйрету сабақтары жүргізілуде. Алматы қаласы нөмірі 99 орта мектептің түрік тіл үйретудегі базалық мектеп болып табылады. Осы базалық орталықта би ансамбль Тұғын асыға әр күнін біз арналатын ең тәтті ән жырымыз, мерекелі мерейлі айдың басы құтты болсын 1 мамырымыз. Енді кезекте Балесанова Айжанның орындауында қазақ биі.
ақ сыбаға, күресте дайын біргеміз, арада жол жоқ сынаға, мәрмірай тұтас іргеміз. Естідің бе? Біреу есігіміз қағып тұрған секілді. Бұл бізге келіп тұрған қонағымыз өзбек халқы екен ғой, ендеше қарсы алайық. Салом, Қазақстан, біз өзбек халқы Өзбекстаннан біз сіздерде бүгінгі Қазақстан халқы бірлігі күні билан тәбриклейміз. Тинчlik, қамқорлық yanında musluklaymiz. Birodek abay болсын. Бүгін келген boshqa xalqlarga izgi tileklerimizni bildirmoqchimiz. Keling, o'zingiz haqida ma'lumot beraylik. Өзбек қазақ бір туған халықтар. Киелі Түркістан жерінде өзбек халқының басым көпшілігі шоғырланған. Сонымен қатар 81-де дана өзбек тектері де жұмыс жасайды. Өзбек тілінде газет журналдар да шығарылады. Сонымен қатар өзбек халқының ассамблеясы да елімізде құрылған болатын. Өзбектердің тағамдары өсімдіктерден және сүт өнімдерінен жасалынады. Олардың басты тағамы палау. Және олардың басты сусыны шай, көбінесе көк шай. Халқының палауынан дәм татқан адамның дәмі ауыздан кетпес дейді. Және өзбек халқының палау жасаудағы құпиясы бар. Ол суда аз мөлшерде тұру және де етті бөлек пісіру. Овкатиндес мазали болсын. Қазақ жері достықтың Гүлістаны, дархан өлкен мерейлі ырыс бағы, күрестерде, еңбекте, мерекеде мұнда сан ұлт қолдасып ту ұстады. Ұлыстарымыз тамыр болған ежелден, кімдер қашсын қазақтан ер елден, достығымыз ғасырларға жарасқан, туған елін шарықтай бер кемелден. Қазақтың тілері ата жол салтымен, достасу, туысу әр елдің халқымен, қонақжай халықпыз, жомартпыз, дарханбыз, келешек күндерге тәтті үміт атқанбыз. Таныған жұмыр жер Алаштың баласын, қазақтың елі мен даңқты даласын. Келесі тәрбие сағатымызды қорытындылау үшін сөз кезегін топ жетекшіміз Назира Дүйсенбай қызына береміз. Құрметті әріптестер және студенттер, баршаңызды 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіменен шын жүректен құттықтай отырып, діні басқа, тілі басқа, тілегі бір, шаңырақ астында жиналған ұлт пен ұлыс өкілдерінің ынтымағы, ырысы, байлығы, берекесі болсын. Халқымыздың достығы менен өзара түсіністігіне сыза түспей, одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, ынтымақ, бірлік, мәңгі жасай берсін. Ел бірлігі ең асыл қасиет, бірлік, ынтымақ, сабырлық пен парасаттылық ең алдымен өзімізге, қазақтарға керек, деп көргенділікпен елбасымыз айтқандай, біз сияқты көп ұлтты мемлекеттің даму болашағын бір көзі Қазақстан халықтарының бірлігі. Қазақстан сияқты жас мемлекеттің өркендеуінің бір кепілі еліміздегі ынтымақтастық пен бейбіт өмір, ендеше бейбітшілік жасасын.